Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін Израиль халқының өте дәмді асын шакшуканы дайындап көреміз. Маған өте ұнады, әсіресе таңғы асқа жасасаңыз өте тойымды болады. Ең біріншіде осы көкөністерімізді майдалап турап аламыз. Ең алдымен табамызды қыздырып, күнбағыс майын құямыз да жуамызды қуырып аламыз. Жуаны сәл қуырып болған соң, сарымсағымызды қосып, жақсылап тағы да қуырамыз. Сонда дәмі өте өзгеше болады. Содан соң көкөністерімізді болгар бұрышын және қызанақты салып, кішкене шым-шым тұз салып қуырамыз. Ал енді 2 шай қасықтай томат пастасын салып, тағы да араластыратын боламыз. Екі-үш минут қуырып болғаннан соң осындай орын дайындап қоямыз жұмыртқаға. Жұмыртқамызды жарып, үстіне шым-шым тұз салып, қақпағын жауып 1 минуттай бұқтыратын боламыз. Міне достар, біздің шакшука асымыз дайын болды. Өзіңізге ұнайтын шөптеріңізді алып, сәндеуге болады. Менде ақ желкен петрушка. Және оның үстіне қара күнжіт септім. Өте сәнін келтірді, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде отбасыңызға дайындап көрсеңіз болады. Егер де ұнап жатса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.